Сәлеметсіздер балалар. Бүгінгі тақырыбымыз электр кернеуі, вольтметр, электр тізбегі және тізбек бөлігі үшін Ом заңы тақырыбын өтеміз. Ең бірінші электр кернеуіне бастайық. Электр кернеуі У әрпімен белгіленеді. Өлшем бірлігі вольт. Кернеудің өлшейтін құралы ол вольтметр деп аталады. Ал жаңағы бүгінгі өтетін тақырыпқа тағы да байланысты ток күші I әрпімен белгіленеді. Өлшем бірлігі ампер. Оның өлшеу құралы амперметр деп аталады. Және үшінші ол кедергі. Өлшем бірлігі Ом. Енді тізбекке берілген заряд орын ауыстырғанда электр үрдісінің жұмысын атқарады. Осы зарядқа қатынасы кернеу деп аталады екен. Бірінші ереже. Кернеудің формуласы А жұмысты Q зарядқа бөледі екенбіз. Бұндағы U дегеніміз кернеу, А дегеніміз жұмыс, Q дегеніміз ол заряд. Енді жаңағы хабар бойынша кернеудің өлшем бірлігі вольт және өлшеу құралы вольтметр деп аталады. Енді кернеудің орнына, мына жерде кернеудің орнына ол жаңағы тізбектің әр ұштарындағы потенциалдар айырымына тең екен. Мұндағы фи потенциал, өлшем бірлігі вольт екен балалар. Ары қарай кеттік. Енді электр тізбегі дегеніміз не? Мысалы, электр тізбегі дегеніміз мынау. Мысалы, қандай да бір міне құрал тұр. Бізде күлт тұр, жаңа амперметр тұр. Амперметр, мына жерде амперметр екен, А деген әріппен белгіленіп тұр. Мынау вольтметр. Және жаңағы ток көзі немесе батарея. Ток көзі немесе болғыз. Осы жаңа тізбекті қандай да бір өткізгіш сымдармен жаңағы жалғасақ, бізде осы жерде электр тізбегі шығады екен. Енді электр тізбегінің ішкі және сыртқы деп аталатын екі бөліктен тұрады. Ток көзі ішкі тізбекке, қалған бөлігінің бәрі жаңа сыртқы тізбекке жатады екен. Электр тізбегін құрастырған кездегі шартты беттер жаңа белгілері, мысалға қараңыздар, сымдікі түзу сызық болып қалады екен. Қосылған сым болса, мысалға мына сияқты жаңағы екі қосылған сымның жаңағы сызық түрінде қарастырылады. Түйістірілген сым болса, мынандай болады. Гальвани элементі дегеніміз ток көзі, мысалы, ток көзі немесе жаңағы батарея, генератор былай белгіленеді. Қыздыру шамдары, лампалар осылай белгіленеді екен. Кедергі, мына төртбұрыш ретінде беріледі екен. Кілт, бағана көрсеткен кілтіміз осылай белгіленеді екен. Және қысқыштар осылай белгіленеді екен. Амперметр, ампер А деп беріледі. Және вольтметр, содан кейін галванометр және аккумулятор. Міне электр тізбегінің қолданылатын шартты белгілері осылай белгіленеді екен. Енді осы тізбекті, бағана көрсетілген тізбекті қалай сызба ретінде қарау болады. Мысалы қараңыздар, мына жерде мынау вольтметр болса, ол тізбекке әрқашан параллель жалғанады екен. Ал амперметр осы тізбекке тізбектей жалғанады екен. Міне. Ал мынау бізде кедергі, кедергіні өлшейтін құрал, реостат, және ток көзі, және кілт берілген. Міне осы тізбекті осылай тізбек ретінде сызады екенбіз. Сонда қарап отырсақ, вольтметр әрқашан тізбекке параллель жалғанады. Міне көріп тұрсыздар, параллель жалғанады. Мына жерден былай қарай кетіп қалмайды, ары қарай параллель жалғанып тұр. Ал амперметр тізбектей жалғанатын екен. Енді тізбек бөлігі үшін Ом заңын ең алғаш Ом ашқан болатын 1827 жылы.
Ом заңы былай жаңағы түрленеді. Тізбектік бөлігіндегі тоқ күші осы күштің бөліктің ұштарындағы кернеуге тура пропорционал, кедергіге кері пропорционал. Яғни мына формуламыз бізде Ом заңы деп аталады. Ом заңы деп аталады екен. Енді бұл тізбек бөлік үшін. Тізбек бөлік үшін Ом заңы осылай жаңағы табуға болады екен. Бұндағы I дегеніміз тоқ күші, U деген кернеу, R дегеніміз кедергі. Тоқ күші ампермен өлшенеді, кернеу вольтпен өлшенеді, кедергі оммен өлшенеді. Ары қарай кетті. Енді тізбек бойымен тоққа өткенде кедергі жасау қасиетін сипаттайтын шаманы кедергі дейміз. Кедергі жасау дегеніміз мысалға тізбек бойымен тоқ өткен кезде, мысалы ай тоқ өтіп жатса, осы ай тоқтың шамасын азайту үшін жаңағы кедергіні қоямыз, сонда тоқтың шамасын кеміту үшін жаңағы қоятын құрал бізде кедергі. Міне өзі айтып тұр, өткізгішке кедергі жасау қасиетін сипаттайды дейді. Яғни тоқ көп емес, аз тоқ қолдану керек болған кезде осылай кедергіні қойып біз тоқ күшінің сандық мәнін кеміте алады екенбіз. Енді Ом заңынан осы кедергіні табатын болсақ, міне R, U-ды I-ға бөлетін болсақ, жаңағы бізде кедергіні есептеудің формуласы шығады екен. Ал кедергінің шартты белгісі жаңа көрсеткенмін. Тағы да сызып қояйын. Осылай белгіленді. Ары кетті. Енді Ом заңы R жаңа формулаларды қайтын жазатын болсақ, мысалы осы формуладан I тоқ күшіміз ол U бөлінген R-ді береді екен. Ал енді U-ды тапсақ, I көбейтілген R-ді береді екен. Енді кернеулері тең болса, бір тоқ пен екінші тоқтың кернеулері тең болса, онда I1, R1, I2, R2 деген пропорцияны құруға болады екен. Сонда берілген тізбек бөлік үшін Ом заңы дегеніміз берілген тоқ күші кернеуге тура пропорционал екен, тоқ күші кедергіге кері пропорционал екен. Ал енді екінші жаңағы тоқтың күшін реттеуге арналған құрал ол реостат деп аталады. Реостатта кедергі жасаушы күш негізі реттейді, тоқтың мөлшерін азайтып кемейді. Жаңағы реттегіш ішке қосқыш деп атады. Оның шартты белгісі мынандай белгілеп беріледі екен. Реостаттың бір жақсы қасиеті жаңағы кедергі сияқты бұл да. Бірақ жаңағы бұның жоғары жағында реттегіші болады. Мысалға, осы жерден жаңағы кнопка арқылы ары-бері жылжытатын болсақ, бізде тоқ күшінің сандық мәнін азайтып немесе көбейтіп, қанша нақты омға өзгертуге болатынын жаңағы реттейтін құрал екен балалар. Жақсы, үйде жаңағы осы тақырыпты оқып конспектлеп келеміз.